Бір кездері ағайын алтын қорған дейтін қазақ еді. Бір ауылда туып өскен, бір табақтан дәм татқан бауырлар арасында шынайы сүйіспеншілік, сыйластық, рухани байланыс берік болатын. Біреу той жасаса, бәрі жұмылып көмектесетін. Біреу қайғыға тап болса, жылап жететін, жанына жалау болуға тырысатын. Ағайынның үйі ашық, дастарханы ортақ, ниеті түзу болатын. Әрбір туыс бір-бірінің қуанышы мен қайғысына ортақтаса алатын. Бүгінгі күнге көз салсақ, жағдай мүлде басқаша. Заман ағымы өзгерді ме, әлде адам табиғаты ма, белгісіз. Қазіргі таңда бір көшеде, тіпті бір үйдің қабатында тұрып, бір-бірінің есігін ашпайтын, хал сұрамайтын ағайындар көбейді. Құрғақ сәлем де сирек. Кейде арада реніш болған. Кейде дүниелік есеп, мұра бөлісі, болмашы сөз үшін бауыр арасы суып жатады. Жиын тойда ғана көрісетін, ол жерде де салқын қабақ танытып тұратын ағайындарды жиі байқаймыз. Бұның бәрі ұлттық бірлігімізге, отбасылық тәрбиемізге түскен көлеңке. Бұрынғы қазақ қандай еді? Ата-бабаларымыз ағайынмен татулықты басты құндылық деп білген. Олардан қалған мынадай даналық сөздер бар. Туысқа өкпе жүрмейді, кетсе де алыстамайды. Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін. Ағайының аты озғанша, ауылдастың тайы озсын. Қарға тамырлы қазақпыз. Бұл сөздер жай ғана мақал емес, өмірлік қағида еді. Қазақ баласы дүниеден қайтқанда, ағайыны кім деп сұрап, тегі мен тамырына дейін анықтап барып көмектесетін. Әр ру, әр әулет арасындағы туыстық қатынас қазақ қоғамының ішкі тұтастығын сақтап келген басты фактор еді. Ата-әжелеріміз ертеде ағайыныңмен араздаспа, айдың күннің аманда атың суыт жетіп келуі мүмкін дейтін. Өйткені ағайын ертең сен жығылғанда сүйенер иығың, қуанышта қол соғар бірлігің. Ал бүгінгі жағдай ше? Қазір көп жағдайда ағайын ұғымы тек туғандық куәлігінде қалып бара жатқандай. Ағайын арасы алыстап кетті. Бір жағынан өмірдің жылдам ырғағы, екінші жағынан технология, үшіншіден жүрек тоңы. Бірінің үйіне біреуі бармайды. Тіпті үйінің шамы өшіп жатса да бір уайымдап көрмейді. Өзі барса, көңіліне тиіп қалама деп, ал шақырса, уақыт жоқ, жұмыс көп деп сылтауратады. Ағайын арасында мен бірінші болып хабарласпайым, ол өз іздесін деген тәкаппарлық пайда болды. Кішілік пен ізеттілікке емес, есепке құрылған қатынас басым. Бір-бірінің жетістігіне шын қуана алмай, іштей қызғанып, сырт айналатын мінез көбейді. Тәрбие қайдан басталады? Бұл үлкендерге үлкен сұрақ. Бала ағайынды тану үшін, араласу үшін, алдымен үлкендер араласуы керек. Балалар туған жиен, нағашы, бөле, апа қарындас, аға інінің арасындағы қарым-қатынасты үлкендерден үйренеді. Егер ата-анасы араз болса, бала қайдан бауырмал болсын? Егер әке-шеше бауырын жамандап отырса, бала кімнен үлгі алмақ? Бүгінгі ұрпақ бауырластықты ұмытып кетпес үшін, бірлікті ұрпаққа аманат етіп қалдыру әрбір саналы қазақтың парызы. Не істеу керек? Қатынас үзілмесін. Айына бір рет болса да, ағайынның есігін аш, хабарласып тұр. Кешірімді бол. Болмашы сөзге бола, туысыңнан түңілме. Үлгі көрсет. Баланың көзінше жақыныңды жамандама, тіпті ішің күйсе де сыртқа шығарма. Қуанышын бөліс. Ағайының үйленіп жатса, жұртпен бірге барып баталы бол. Қайғыда қасында бол. Жақының ауырса, демеу бол. Қаралы үйге бірінші кір. Туыстықты таны. Ұрпағыңа шежіреңді үйрет, жет атасын білсін. Бір-бірінің есігін ашпайтын ағайын, тамыры шабылған ағаш пен тең. Ал ағайын араласса, береке, тыныштық, сабыр мен кеңдік орнайды. Қазақ болғалы, руын ұмытпа, ағайынан айырылма деген өсиет қалдырған. Ендеше бір-бірімізге қарай жүрейік, есігіміз ашық болсын.
Ағайынға өкпе артпас үшін жүрекке мейірім, сөзге салмақ, ниетке тазалық керек. Өйткені бауырдан басқа байлық жоқ. Ағайынмен алыстау, өз тамырыңды өзің кескенмен тең. Есігі жабық ағайыннан жүрегі ашық жат артық. Ағайынмен араз болған, өзімен өзі жалғыз қалған. Қуанышта бірге болмаған ағайын қайғыда да қасыңда болмайды. Бауырын жек көрген бақ пен берекеден безген. Ағайыннан суыған жүрек тасқа айналған таспиқтай. Есігі ашық ағайын, еңсесі биік елдің белгісі. Өкпе өткінші, туыстық мәңгілік. Туысыңмен үндемей араласқан, жатпен күліп сөйлескеннен артық. Ағайынмен қарым-қатынас үзілсе, тамырсыз бәйтерекке айналасың. Татулық төреңнің ырысы, араздық босағаңның қасіреті. Ағайынмен ара суығанша шай ішіп татулас. Бірлік кеткен ағайын бір-біріне жаттан жаман. Ағайынның есігін ашу жүректі жылытады. Өкпенің салмағы ауыр, кешірімнің салмағы биік. Туыс тағдырдан таңдау емес. Ағайыннан биік бақыт жоқ, өкпеден ауыр жүк жоқ. Ескі ренішті жаңғырту өз босағаңа от жағумен тең. Татулықты бірінші бастаған нағыз азамат. Бүгін бар ағайын, ертеңгі тірегің. Ағайыныңмен араз болып өссең, балаң бауыр қадірін білмей қалады. Екі туыс арасында үнсіздік орнаса, үшінші ұрпақ бір-бірін танымай кетеді. Қатқан есік, қатып қалған жүректен, ал мейірім ашық көңілден туады. Бауырмен байланыс үзілсе, берекелі отбасыдан айырыласың. Балалар аралассын десең, алдымен өзің ағайыныңмен жарас. Туысыңмен бір кесе шай ішіп отырмаған бала ертең туғанына жат болады. Ренішті ұрпағыңа мұра етсең, тұтас әулетті бөлген боласың. Бір дастарханға отырмаған ағайын бір тілекке де жете алмайды. Құран оқитын күн туғанда көзің жасқа толтырып жететін жақын ағайының. Бір болмаған бауырлар бөтенің алдында бірге алмайды. Ағайынмен сыйластықты үйретпеген үй болашақта қуыс үйге айналады. Өзің барып, сәлем бермеген туыс балаңа бейтаныс болып қалады. Ағайын арасындағы салқындық отбасы жылуын өшіреді. Жатпен емес, жақыныңмен ренжіскенің ауыр, соны ұмытпа. Ағайынның барына қуана алмаған жүрек өзіне де тыныштық таппайды. Өзіңе өкпелеген туысты татуластыру, өз болмысыңды биіктету. Бірлігі кеткен бауырдан бір ауыз бата есту де қиын. Ұрпағыңа туысты танытпасаң, ертеңгі күні туыстарыңа топырақ салмай кетуі мүмкін. Түбі бір туыспен араздасқаның, түбіріңнен алыстағаның. Кешірімді болу туыстықты сақтап қалудың ең үлкен амалы. Ағайын тату болса, айран ішкенде көңілің жайланады. Татулық бар жерде, таудай мәселе де жеңіл көрінеді. Ағайын арасында түсіністік болса, өмір өзені бір арнамен ағады. Бірлікке ұмтылған бауыр ірілікке жетеді. Туысқанмен тату тұрған, төрін таза ұстағанмен тең. Татулық тамырды тереңдететін рухани су. Бір-бірін кешіре білген ағайын шынайы сыйластыққа жетеді. Туысқа деген жылулық өзіңе деген құрметтің белгісі. Ағайынның татулығы ұрпаққа аманат болатын құндылық. Татулық шаңырақты шайқалтпай ұстайтын тірек. Ағайын біріксе, дауыс көтермейді, дау шешіледі. Бірлігі бар бауырлар дауылда да тізесін бүкпейді. Туыспен бір табақтан ас ішкен, жүректен де үлес алған. Ағайынмен күле отырып сөйлескен жан жарасын жазады. Бірлікке бет бұрған ағайын, бақытқа бет алған ел. Татулық атадан қалған ең үлкен мұра. Туыспен бөліскен нан береке әкеледі.
Бауырмалдық адамның кісілік келбетін айқындайтын қасиет. Ағайынмен араласқан өмірдің дәмін терең татқан. Татулық сақталған жерде таласқа орын жоқ. Туысқа көңіл бөлген, өмірге мән берген. Ағайынның арасы ашылмаса, ел іші тыныш. Татулыққа ұмтылған жүрек мейірімге толы болады. Қариясы тату елдің ұрпағы ұлағатты. Туысқаның тілеуіңді тілесе, тігісің сөгілмейді. Ағайынмен ашық сөйлесу араздықтың алдын алады. Туысқа қолың емес, жүрегің ашық болсын. Ағайынның шапағаты жетім көңілге жылулық. Татулық бір шаңырақ астындағы күннің шуағы. Бірлікті сақтаған ағайын болашаққа сеніммен қарайды. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.